экономикасы екпінмен келеді. Осы жылдың 11 айында ішкі жалпы өнім өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 7,3%-ға жетті. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 4, ауыл шаруашылығы 25,5, құрылыс 3%-ға артқан. Индустрияландыру картасы бойынша жүзеге асқан өндірістерге 90 мың адам жұмысқа орналасты. Ал біз мемлекеттің қолдауымен жүзеге асқан 250 жобаға 240 миллиард теңге жұмсалған. Елде әлеуметтік бағдарламаларда уақытылы іске асып жатыр. Биыл үкімет ілкімді жоба ретінде еңбекпен қамту 2020 бағдарламасын қолға алды. Бұл бастама ең әуелі жұмыссыз жүрген қарапайым халықтың игілігіне жарады. Бағдарламаға барлығы 78 мың адам қатысуға өтініш берген, солардың 14 мыңы жұмыспен қамтылды.